сол кездері бірден бұлармен батыл күрес жүргізілу керек еді. Ешқандай күрес жүргізілмеді. Бұлар 90-шы жылдары 2000-ға дейін біраз жұмыстар жүргізді. Әй дейтін ажа, қой дейтін қожа болмағандықтан. Көрдіңіз ба? Міне осы 2000-нан бері қарай ғана бұлармен қазір батыл күрес жүргізіліп, имамдарымыз халықты сауаттандырып, қазір барлық облыс, аудандық мешіттердің жанында сауат ашу курстары бар. Онда жастардан бастап жасамыстарға дейін келіп, діни сауатын ашуға мүмкіндігі бар. Секторлардың зияндығы туралы айтылады. Біз бірнеше конференция өткіздік. Алматы қаласында, Шымкентте, Кентауда, арнайы Хизбут Тахрирдің шыққан жерінде. Енді мына бұл бар заңға байланысты. Әрине ол сектанттарға, миссионерге тас лақтырып, қамшы үйіріп күресу ол ескі әдет. Ескі әдіс. Бұл біліммен шайқасу керек, біліммен күресу керек. Сол себепті тек қана имамдар күрессін, солардың жұмыс істеп қарап отырмастан, барлығымыз ұлт болып, халық болып бәріміз күресіміз. Елбасымыздың дінімізге қарым-қатынасы қандай? Аллаху акбар. Мына президентіміздің көмегінің арқасында Алматыда, Орта Азияда теңдесі Нұр Мүбарак Египет ислам мәдениеті атты университет аштық. Соның исламдану факультеті қазір имам хатиптер дайындап жатыр. Және біз бұнымен де шектелмей, Нұрсұлтан Әбішұлының арқасында біз Астана қаласында медресе аштық. Ал мен сізге айтайын, Мұхамеджан, осы мешіттер салуға, осы біздің дініміздің көркеюіне оны айту керек. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы үлкен көмек көрсетіп отыр. Үлкен қамқорлық қалып отыр. Біз мына қасиетті Құранның нұсқасын қазақ тілінде шығардық қой. Соны біз қаражат таппай қиналып отырған кезде Нұрағаның қаражатына шықты. Мыңдаған кісілер сол кісінің қаражатыменен умра жасап келді. Мыңдаған кісілер. Және өзі 2004 жылы мен бірге бар мемлекеттік сапарында Мекке Мәдинаға барды. Сонда осы мұсылман мемлекеттердің ішінде, орта президенттердің ішінен бұл кісіге бірінші реті Бадыр шайқасының орденін қазіргі патша Абдулла сыйлады. Мен қасында болдым. Және бір қызық, жақсының шарапаты дейді, бұнда айту керек деп ойлаймын. Сонда қайтар кезде, осы патшалармен шай ішіп отырған кезде Нұрағаң айтып қалды, біздің бір Сібірмен шектелісетін уәлаятымызда мешіт жоқ етіп қалды, әңгіме арасында. Соны Сұлтан бен Әбдел-Әзиз деген қазір тақмұрагері. Бұл мемлекетте екінші кісі, авиация министрі, қорғаныс министрі, сол кетер кезде Нұрағанға чек әкеп берді. 2 миллион ақш долларды. Сіз кеше бір сөзіңізде Сібірмен шектелісетін уәлаятымызда мешіт жоқ деп қалдыңыз, мына қаражат сол жерге мешіт салдырыңызшы деп. Менің көзімше болған оқиға. Сол Нұраған келгеннен кейін Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Тайыр Мансұрды шақырып, сол чекті берді, соған сол жерге мешіт, Петропавлға мешіт салды. Ол өңірде мұндай мешіт болмаған. Қазақтың тарихында. Елдің көкейінде сұрақ жүреді. Президентіміздің бірнеше рет Сауд Арабиясына барған білет. Жай ресми сапармен мемлекет патшасы ретінде барып қайтты ма, жоқ бір Аллаға ғибадат жасап, әрі умра қажылығында толық өтеп қайтты ма? Сұрағың өте орынды деп есептеймін. Біріншіден, әрине мемлекет басшысы ретінде барды. Мемлекет басшысын шақыру ретінде барды. Екіншіден, бұл кісі ислам мәдениетінің өкілі. Мұсылман деген сөз ғой енді. Бұл кісі ислам мәдениетінің өкілі ретінде барлық рәсімдерді атқарды. Және патша бұл кісіге ерекше құрмет көрсетіп, қасиетті Қағбаны ашты. Енді бір қызық нәрсе айтайын, біз әдетте Қағба жылына бір рет ашылады. Бүкіл 2 миллиард мұсылмандардың атынан бір 40-50 кісі кіреді. Патшаның рұқсатымен сол шақырған құрметтейтін кісілер, исламға қызмет еткен адамдар, атақты адамдар. Сөйлеп 3 минут, 4 минуттан артық болмайды. Біз 45 минут болдық. Жұма күні, түнгі сағат 2-ге дейін болдық. Сонда өзім қатты риза болғаным, Нұрағаң сосы Қағбаның 4 бұрышына қайта-қайта намаз оқып, халқына, отанына тілек тілеп қайта-қайта Алла Тағалаға жаратушы иемізге жалбарынды. 45 минут бойы тілек тілеумен болды. Сол күні біз жұманы Мәдина мешітінде оқыдық. Сонда сол күні кешке, жұма күні кешке Мәдина қаласының, енді әрине патшаның рұқсатымен, пайғамбарымыз алейхиссаламның мешіттің үйін ашты. Оның кілті 7 кісі екен. 7 құлып бар. Сол 7 кісі бір мезгілде құлыпты ашқан кезде бар кіресіз. Сол кіру бақытына ие болдық. Алхамдулилlah. Мінекей.
Аллаға шүкір. Жалпы енді біздің мінекей сол дұғалардың себебінен, басқа да халқымыздың дұрыс пиғылынан жыл сайын еліміз өркендеп келе жатыр, жұртымыз көркейіп келе жатыр. Соның бір көрініс ретінде президентіміздің түбіміз түрік, дініміз ислам, қасиетті кітабымыз Құранды насихаттауды ешқашан естен шығармайық деп, оған және амалмен де, іспен де көмегін көрсетіп Құран шығарды. Кітабымен де, еңбегімен де. Мына Сындарлы 10 жыл деген кітап бар ғой? Сонда сол кітап шығардың алдында мына Европада, ақш-та ислам терроризмі, Құдай сақтасын, ислам фундаментализмі, адам естімеген измдердің бірі айтылып жатқан кезде бүкіл мұсылман елдері патшаларының, президенттерінің, мемлекет басшыларының ішінен бірінші болып дауыс көтерген біздің Нұрекең. Исламды қорғау керек жаңағыдай жалалардан деп дауыс көтерген. Ислам әлемге қауіп төндіріп тұрған жоқ, әлем исламға қауіп төндіріп тұр деп айтты. Мінекей, осы сөздің өзінен ақ ойы бар адам түсінсе керек. Дін басымыз бас мүфтидің халықтың, жұртшылықтың әулие аралау мәселесіне қалай қарайтынын білсек. Аллаху акбар. Мұхамеджан, бұның барлығы коммерциялық бағдарлама. Жобалар. Жобалар. Ақша табудың құралы. Ашық айту керек. Бұл дінге қатысы жоқ. Ешқандай. Бұның барлығы, бұндай мәселе басқа елдерде де бар. Индияда бір Сай Баба дейтін шайтан шығып, соған Қазақстаннан барып жатқандар бар. Мен Индияға түрлі сапарлармен болып тұрам. Сонда біздің елшілікте де айтады. Бірнекі азаматтар да кездесті. Солар жаңағы сосын сұрайды, бұл Сай Баба деген кім бұл? Бұл коммерциялық бағдарлама. Ақша табу үшін жасалынған іс-әрекет. Соған жаңа біздің аңқау бауырларымыз барып, соған барып қайтып оның жаңағылардың шайтани секте екендігін біліп, одан қайтып жатқанда бауырларымыз. Міне сондықтан да ондайлар ермеу керек. Сондықтан тек қана мешітке барып, бір Аллаға жалбарынып, бір Аллаға құлшылық жасап, бір Алладан сұрау керек. Мұхамеджан, қайтыс болған кісінің өзі де тірінің дұғасына мұқтаж. Біз оған емес. Бірақ біз бабаларымызды құрметтейміз, сыйлаймыз. Зират басына барамыз, дұға бағыштаймыз, Құран оқимыз, бірақ табынбаймыз. Сұрамаймыз. Ол өлген кісі, бақилық болған кісі. Неге елімізде ислам насихаты жоқ? Аллаху акбар. Неге ислам насихаты жоқ, ислам жоқ деп, тіпті мешітке келмейтін адамдар айтады. Білмейтін адамдар айтады. Мына ислам және өркениеттегі біз газет шығарып жатырмыз 8 жыл. Қазір осы газетіміздің тиражы 47 мыңға жетті. 47 мыңға. 2000 жыл Түркістанның 1500 жылдық тойы кезінде ең алғашқы данасы 1000 данамен шығып еді. Қазір 47 мыңға жетті. Иман деген журнал шығып жатыр. Ай сайын. Мінекей мына газетіміз биыл 60 мыңға, келесі жылы жетемі деген үміт бар. Мінекей. Сол себепті осыны алып, оқып, осы газет тұнып тұрған діни насихат барлық жазылып жатыр. Осыны оқып шыққан адамда әжептәуір білім алады. Ал енді осыншама газеттер шығып жатыр, журналдар шығып жатыр. Қазақты телеарнасы, Қазақ радиосына мен рахмет айтқым келеді. Осылар тек қана Рамазан айында емес, жыл 12 ай бойы осы ара-кетік болса да, осы дінде дұрыс насихат үлкен көп көңіл болып келе жатыр. Жоқ деп ауызды қошеппен сүрте беруге болмайды. Көргісі келген адам көреді, білгісі келген адам біледі. Мешітке түскен садақалар қайда кетіп жатыр? Аллаху акбар. Кейде жұрт ойлайды, осы мешітке түскен садақалар қайда кетіп жатыр деп ойлайды. Мен беріп жатырмын, ана беріп жатыр, қайда кетеді дейді. Мына біздің шығыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан жақтарындағы бауырлар мұсылмандарымыз саны аз. Мешітке адам аздау барады. Бұрын мүлде бармайды, қазір барады. Қаржы түсім жағы өте аз. Енді ол қаржы түсім жағазы бізде мешіттер жауып тастай алмаймыз ғой. Сондықтан біз түскен қаржыдан соларға да көмек көрсетеміз. Имамдарға айлық береміз, мешіттер жөндетеміз. Бірақ біз енді бірқатар осы кәсіпкер азаматтарды тартып, көмектесіп жатқан азаматтар бар. Енді Мұхамеджан, біз мемлекеттен бір тиын алмаймыз. Мемлекет бізге бір тиын бермейді. Өйткені заң көтермейді. Ал енді осы мешіттердің ұстап тұру, оны мына жаңағы коммуналдық қаржысын төлеу, шығындарын төлеу, жарығы бар, жылуы бар деген. Міне, осының барлық садақаның арқасында
жасалып жатыр. Иә, қадірменді тыңдармандар, Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім білім жолына түссе, Алла тағала сол арқылы оған жәннаттың жолын жеңілетеді деген екен. Қасиетті Рамазан айында Алла тағала білімімізді арттырып, екі дүниенің игілігіне бөленуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Келесі жүздескенше Алланың амандығында болайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.